Так, умный домды өз қолмен жасау сабақтарын бастағым келіп отыр. Рынокта неше түрлі обучение бар, соның ішінде болатын обучение бар, болмайтын обучение бар. Соларға еще қырынан ақша сұрайды. Енді мен өзім инженермін, производствода 15 жылдан астам, автоматизация және басқару саласында 15 жылдан астам опыт бар. Біз деген целый заводтарды автоматтандырып, целый электростанцияларын басқарып, SCADA системасын жазып, неше түрлі автоматизация жасап жүрген адамбыз. И оның қасында бұл умный дом дейтін нәрсе біз үшін как бы ойыншық. Конкретно өзім үшін ойыншық деп айтсақ болады. Сравнительно біздің жасаған нәрселермен бұл жердегі умный домның базовый элементтері өте қарапайым болып келеді. Ең бастысы бізде умный домда сервер дейді, хаб дейді, мозг дейді, компьютер дейді, кім қалай айтқысы келеді. Но факт есть факт, бұл дейтін сервер не үшін керек бізде? Біріншіден бүкіл датчиктер, релелер, барлық устройстволар, исполнительный механизмдер, карниз болсын, клапан болсын, датчик дыма, температуру, в общем, барлығы именно Zigbee-мен жасалатын болса, беспроводной именно осы серверге келіп қосылады. Біріншіден. Екіншіден, осы арқылы барлық сценарияларды, автоматизацияларды жазу болады. Үшіншіден, удаленный доступ осы сервер арқылы жүреді. То есть, төртіншіден, бұл сервердің артықшылығы Zigbee-ді поддерживать етеді. И наружный антенналар бар. Осы екі наружный антенналар бар. Осы екі наружный антенналасы арқылы дистанциясы көбірек болады. То есть, обычно Zigbee 15 метрге шейін ұстайды. 15, максимум 20, бірақ когда как. Бірақ та стена тұрса, сізде, мысалы, шкаф тұрса, ол барлығы сигналдарды поглощать ететін нәрселер. Мысалы, кейде болады, бір кішкентай серверді алып, түп жақтағы нелерді сигналдарға, датчиктерге қоса алмай атады. Соответственно, ол жерде уже сигналдың күші жетпейді. Себебі әртүрлі производитель бар, әртүрлі датчиктер бар. Датчиктердің өзінің скоростысы бар, дистанциясы бар, қабылдайтын и так далее. Бұл сервер, в общем, бізде проводпен жұмыс жасайды. Именно проводный интернет керек болады. Бұл тағы да бір жақсы. Wi-Fi нестабильный болып келеді. Не үшін Wi-Fi-мен қолданбаған жақсы? Не үшін Zigbee дейтін нәрсе пайда болды? Жалпы Zigbee дейтін протоколдың пайда болу себебі Wi-Fi, датчиктер, Wi-Fi-ны релелер болсын, олар кейде, мысалы, роутер перезагрузка жасап кеткеннен кейін, олар үзіліп кетеді, связь потеряны болады, и қайтып коннект жасаған кезде настройкалар өзгеріп кетуі мүмкін, немесе байланбай қалуы мүмкін. Сосын оның барлығы роутерға қосылған кезде Wi-Fi-ны датчиктер болсын, релейлер болсын, Wi-Fi-ды именно перегружать етеді, потому что әрбір Wi-Fi-да, Wi-Fi-ны роутерда определенное количество устройств қабылдай алады. Вот. Сосын ол датчиктер, мына релелер Wi-Fi-ны 2-4 дейтін частотамен жұмыс жасайды, мысалы. Олардың дальності ұзынырақ, бірақ скорость передачи информации төмендеу. Енді Zigbee-де, получается, бізде скорость тоже төмендеу, бірақ та алыс жерлерге, манағы расстоянияларға алуға болады. Осындай бір проектпен біз қазір 2 этажды коттедж жасап жатырмыз. Бұл жерде біз, получается, бірінші этажға бір серверді қойып жатыр, и екінші этажға тағы да осындай бір серверді қойып жатыр. И таким образом, екі серверде орналасқан бір аккаунтта датчиктер бір-бірімен байланысып, бір-бірімен бір аккаунтта болғаннан кейін в целом ешқандай проблем туғызбайды. И плюс Алисаға да спокойно кіре береді. Сол үшін біз өзіміздің проекттерімізде тек қана осы сервермен жұмыс жасаймыз, и осы серверді сатамыз, осы серверге жауап бере аламыз.